Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін сендермен теңдеу шешу туралы сөйлесетін боламыз. Кәне қарайық бірінші. X қосылған 30 тең 70. Теңдеу шешуге кірісеміз. Ең бірінші X-ті жазып аламыз. X тең дейміз. Бізде 70 үлкен сан болғандықтан үлкен сан бірінші жазылады. 70. Енді қараймыз балалар. Мына жерде қосу болса, біз 30-ды мына бетке азайтуға өткіземіз. 30. X тең 70-тен 30 азайтқанда балалар 40 болады. Енді бізде X табылды, ол 40-қа тең екен. Енді біз 40-ты X-тің орнына қоямыз. 40 қосылған 30 тең болады 70. Енді балалар 40-қа 30-ды қосқанда 70 тең 70. Біздің есебіміз дұрыс шықты. Келесі қараймыз. Енді X бізде ортадағы жағдайды қарап көрейік. X тең үлкен сан 70-ті жазамыз. Азайтылған 40-ты. Неге? Өйткені қараймыз балалар. Қосу болып тұр. Және де бізде 40 70-тен кіші болғандықтан азайтылады. 40. X тең 70-тен 40-ты азайтқанда балалар 30 болады. Енді бізде X табылды. Енді жазамыз. 40 қосылған X-тің орнына біздер 30-ды қоямыз балалар. 30 тең болады 70. 40-қа 30-ды қосқан кезде балалар 70 тең 70 шығады. Теңдеу дұрыс. Түсінікті болды ма балалар?